Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте керемет болып шығатын блинчик дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Және де видеоның соңына дейін менімен бірге болуларыңызды сұраймын. Ең алдымен бір жұмыртқамызды осылай жарып, шекерімізді үстінен салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Бір жұмыртқа, 2 жұмыртқа қолдансаңыздар болады. Араластырып болғаннан кейін үстінен 500 мл жылы сүтімізді құямыз. Құйып болғаннан кейін кішкене араластырып, сұйық майымызды құямыз. 3-4 қасық құйсаңыздар болады. Араластырып, кішкене тұз салып жібереміз. Тұзымызды салып болған соң араластырып, енді еленген ұнымызды саламыз. Осылай ұнды електен өткізіп алдым. Алдын ала өздеріңіз дайындап қойсаңыздар болады. Тағы да кішкене азырақ салып, електен өткізіп аламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, іртіктерін кетіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, ұнның іртігінің барлығын кетіріп алдық. Жақсылап миксермен де істесеңіздер болады. Егер де миксерлеріңіз жоқ болса, осылай венчикпен араластырып іртігін кетіруге болады. Осындай видеодағыдай болу керек. Енді тапамызды қызып тұрған отқа қоямыз. Отын барынша қоймаймыз, орташа етіп қоямыз. Кішкене майлап жібереміз. Майлағаннан кейін осылай бір шөміштен жақсылап құйып аламыз. 2-3 минут өткеннен кейін шетін шанышқының көмегімен, не болмаса лопатканың көмегімен кішкенеден ажыратып аламыз. Өйткені бізге аудару үшін оңай болады. Ары қарай блинчиктерімізді осылай кезек-кезек пісіріп ала береміз. Блинчикті пісірген кезде арасына сармай жақсаңыздар да болады. Жұмсақ болу үшін барлығын осылай пісіріп аламыз. Біздің блинчиктеріміз осымен дайын. Арасына кез келген творог болсын, молоко болсын, арасына салып жесеңіздер дәмі деген өте керемет болады шаймен ішкенге. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментария қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.